қайда не жаңалық дейді. Бұл екі кісі бірге емес, бірақ Дәулет мырза Жансая мен Жәнібекті TikTok қатысып жатқандарын жеке түсіріп қарап отыр. Қарап отыр. Не ойлап отырсыз? Білмеймін ғой. Бастап кеткен сияқты. Бағана қызыл киіміне бір комплимент айтып қалдыңыз, естіп қалдым. Айтасың ғой. Осында жүргеннен кейін әдемі жарасып қалайын, әдемі дұрыс. Мана Дәулет мырза кішкене сіздің Жәнібекпен тұрғаныңызға екеуміз TikTok түсірдіңіз ғой? Сосын мына қыз бастап кетіпті ғой дегендей қылды. Қызғанған сияқты болды. Нені бастап кетті деп ойлап тұрсыз? Білмеймін ғой, екеуі күшті сөйлесіп жүр ғой. Күшті сөйлесіп жүр. Мен сізге айтқан едіңіз ғой, ой есіңізде бар, ең бірінші келген күні. Сол мән бермеппін ғой. Аңғалдық көп бол. Солай. Бұл екі кісі қазір таныстықта емес, құрметті оқырмандар. Сол үшін не жаңалық деп жеке-жеке сұрағанымыз дұрыс шығар. Образы, лук, обзоры қалай болып тұр деп сұрайын, тұрыңызшы. Өзіңізге ұнап тұр ма? Иә. Өзіңізге ұнаса болды, басты ба? Жоқ, күшті тұр. Еңілікті тұрғызайық дейді. Екеуіңіз бүгін құрбы болып тұрған сияқтысыздар. Иә, мен айтсайын. Ораза енді бұқты деп. Қара күйіп алдым дедіңізші. Жарайды. Сізде сондай қызғаныштар болып тұра ма? Әлде болмай ма? Дәл болды. Қарап жүрсіз ба? Қарасы көзім шықпады. Солай. Жәнібек досыңыз, иә? Иә, Жәнібек дос точно. Таныстыршы не болмайды. Болмайды ма? Жәнібек мырза, үміттеніп қалса ше? Үміттенбей ма? Үміттеніп қалмайсыз ба? Жансая. Бұрыннан дос. Постоянно ортады. Әдемі болып күліп отырғаннан кейін ойлап қалдым, аяқ асты не болып қалды? Қандай болады да бүйтіп мынаны дұрыс. Қолым тикенеді, неден шашу кетеді. Сол құлағынан қазір ем қабылдаған. Болғаннан кейін да бір настроение жоқ қой. Жоқ па? Шашыңызды бүйтіңізші. Мен бүгін осындай стильде отыр. Бірақ бүгін ағырке күндегіге қарағанда азырақ пікір айтқан сияқты ма? Энергия деген кетеді. Суға да өскірсен демалыс керек. Понедельник көрсетемін бәрін.